Салям достар, бүгін мен сіздерге қазақтың қуырдағын жасап көрсетемін. Ол үшін маған қажетті заттар: бауыр, бүйрек, өкпе, жүрек. Және де сиырдың іш майын қолданамын. Алдымен іш майды жақсылап тұрып турап аламыз. Яғни ұсақтап тураймыз. Осылайша іш майдың барлығын турап, қазанға салып қуырамыз. Қазанға іш майдың барлығын салып қуырамыз. Өкпені алып, төртбұрышлеп тураймыз. Және де май қуырылып болғаннан кейін өкпені оның үстіне саламыз. Себебі өкпе ұзақ уақыт пісетіндіктен бірінші өкпені пісіріп аламыз. Майымыз қуырылып болды. Енді осының үстіне өкпемізді салып, жақсылап тұрып қуырып аламыз. Өкпенің үстіне бір қасық тұз саламыз. Және де үстіне бір кесе су құямыз. Өйткені суымыз мына өкпенің жұмсақ болып пісуіне көмектеседі. Сосын өкпемізді қатты қайнатып пісіріп аламыз. Өкпені бір қайнатып алғаннан кейін оның үстіне жүрек пен бүйрек турап үстіне саламыз. Өкпенің үстіне бүйрек, жүрегімізді саламыз. Үшеуін бірге қайнатамыз. Яғни суы сарқылғаншаға дейін біз бірге қайнатамыз үшеуін. Суы сарқылу керек, сол кезде өкпе де, бүйрек, жүрек те барлығы да піседі бірге. Ендігі кезекте бауырды төртбұрышлеп турап аламыз. Туралған бауырымызды қазанға салып, қайтадан қуырамыз. Бұл бауыр тез піседі, сондықтан ең соңынан салып жатырмыз. Жақсылап араластырып 20 минутқа қоямыз. Достар, біздің қуырдағымыз дайын болды. Міне әдемі шыққан. Енді сіздерге айтып кететін бір жайт: қайнағаннан кейін газдың отын баяулатып қойсаңдар, қуырдақ жұмсақ болып қуырылады. Енді қуырылған қуырдақты арнайы ыдысқа саламыз. Достар, біздің қуырдағымыз дайын болды. Жұмсақ әрі дәмді болды. Яғни үстіне өздеріңіз әсемдеп пияз қосуларыңызға болады. Және де қазір қыстың уақыты осындай қуырдақты өздеріңізде жасап жеулеріңізге болады. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Егер де сіздерге видео ұнаса, Ханшайым каналына жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесіде қандай тағам түрін жасайын, соны комментарийге жазып қалдырсаңыздар болады. Және де менің басқа да видеоларымды осы Ханшайым каналынан көруге болады. Бүгінге осы, келесі кездескенше.